Мындай кагыйда бар. Алла Таала Куранда кай нерсени көп сөйлесе, оны көп сөйлей бериңиз. Кандай нерсени аз сөйлесе, оны аз сөйлеңиз. Кандай нерсени сөйлемесе, сөйлемеңиз. Бул Аллага деген, китабына деген адалдыгыңызда артык сөйлемеңиз эч качан. Bir kişi sonday İbn Mas'ud radıyallahu anhu'nun кезінде мындай bir сөзді айтып қалған екен. Жаңа ахирет туралы сөйлеп отырып, қызығына кіріп кеткен екен ол кісі. Сосын мындай bir сөйлемді айтқан екен. Сондай bir түтін келеді қияметте деп, духовным деп та. Ол мұнафықтар мен кәпірлерге құлақтарын бітеп, қатты азап ретінде әсер етеді де, ал мүминдерге bir тұмау сияқты тиеді деп. Соны енді қасындағы ақ көңіл жігіттердің бәрі қорыққан ғой жаңа нәрседен. Ойбай, Алла Құдай сақтасын деген нәрсемен. Сөйтіп Ибн Мас'уд радиаллаху анхуға келеді айтады, Ибн Мас'уд осындай нәрсені естідік, қорқып кеттік деп. Сонда Ибн Мас'уд айтқан, ашуланды дейді Ибн Мас'уд, қараңыздар. Ғадиба ва қала мен алима фалияқул, кім пайғамбардан жеткен білімді білсе сөйлесін. Ва мен лам яғлам, кім білмесе дейді ona. فليقول الله أعلم. Айтсын дейді, Алла жақсырақ біледі деп. وإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. Білімге жатады дейді, қараңыздар. Білімге, білімділікке жатады. Білмейтін нәрсеңді білмеймін деп айту. Білмейтін нәрсеңді білмеймін деп айту. Болды. Осындай дәрежеде құрметті жамағат. Сондай-ақ Абу Муса аль-Ашғари, екеуі де Иракта болды ғой. Абу Муса аль-Ашғаридің өзі де соны айтып жатыр да. Мен алима, кімде-кімге білім берілсе, онда фалюаллимху аннаса. Ол білімді адамдарға үйретсін дейді. Құрандағы, сүннеттегі, діндегі деген нәрселер. Ва ияху ан яқула ма лайса лаху бихи илмун. Білімі берілмеген, қараңыздар, білім болмаған мәселені сөйлеуден сақтансын дейді. Егер де білім берілмеген нәрсені сөйлейтін болса дейді, қараңыздар, ямзуқу фиддини, онда діннің парша-паршасын шығарды дейді. Бөліну содан келеді, құрметті жамағат. Парша-паршасын шығарды дейді ол. Ва кана минал мутакаллифин дейді аяттағы нәрсе. Артық сөйлегендерден болды дейді. Жасанды кісілерден болды дейді ол, қараңыздар. Соқтан мына мутакаллифун деген сөздің бір мағынасын ғұламалар артық сөйлеушілерден, Алланың артынан артық сөйлеушілерден емеспін деп түсіндірсе, тағы бір сөзінде мен жасандылардан емеспін. Мені біреу жасап атқан жоқ Алладан өзге. Ол қоғамда көп кездеседі, ол жасайды оны. Түсіндіңіз ба? Мен жасандылардан емеспін дейді. Сондай-ақ мен өзім жасап жүрген адам емеспін. Қазіргі өздеріңіз білетін неге байланысты ұғымға мен өзім жасап пиар жинап жүрген жоқпын дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Алладан келді, соны айтып жатырмын, болды. Уахи келді, соны айтып жатырмын. Құрандағы нәрсені айтып жатырмын дейді, болды.